Ассалаумағалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Бүгін сол күн жаңбыр жауып тұр. Жел соғып аттарыма, жылқыларыма ауырып тұрған бойка ұстап жүрген биелерге соған жем берейін деп жем алып шықтым. Жем салып, жем берейін деп. Сол кетіп батырмыз, иншалла, соларды тауып, жем беріп, бүгінгі шаруа сол. Бойкамында тұр екен, үйірімен қабыларға жем беретін боламыз. Жайлап, бисмилля. Қашпандар. Амана сен жүр екен жаңыл арасында. Мынаның ару итінде кімде жүр? Ақбақай мен құлағасқа жүр. Мына жем машинаға артында жатыр. Жем алып келдік. Машалла, альхамдулилля. Желеп жем жеп тұр. Үркіп жаңа қашып кеткен, желеп айда алып келдім. Дала жел, жаңбыр жауып тұр бізде. Ақбақайлардың жыңғылдың ар жағында су бар, судың ар жағында жүр. Соларға барамыз, айналып келіп. Иншалла. Айғыр қызған білмей тұр ол. Толын көрмей тұр, қасына жемдіре барды. Машалла, күй жинап келе жатыр. Бізде уже 6-7 күнде болған бар, күн салқындау. Альхамдулилля, бүгін жаңбыр жауып тұр. Мал жайылуына жақсы, керемет. Аптасына 1 рет, 2 рет жем беріп тұрамын осылай. Ойда бар, витамин араласып берем ба деп. Егер витамин араластырып беретін болсам, бұларға онда күнде беру керек болады жемді. 10-15 күндей. Содан кейін жем бермеймін. Құлында альхамдулилля өсіп қалыпты. Енді кеттік Ақбақайға барып қайтайық. Әкім құлағасқа. Сосын Алла Байтал сон жақта жүр. Алла Байталды бөліп тастаған бұлар. Бойка бөліп жүрген көргем тістеп. Сол қабылдаған жоқ Алла Байталды. Оны Ақбақай алып отқасына. Міне бойкамында жүр, үйірімен. Ақбақайларында жүр. Ағасқа шеу. Соларға баратын боламыз, иншалла. Жерде жирен айғыр жүр. Мынау менің Байталым. Жирен айғыр ана Жорик жүрген. Үш Байталым жақын жүр бір-біріне. Машалла. Жирен айғыр, Жорик. Екі Байталым, құлаты бар, онда Алла Байталым бар. Бәрі бір-біріне жақын жүр, альхамдулилля. Жер альхамдулилля жақсы көтеріп келе жатыр. Аллахымда шүкір. Машалла, береке берсін. Мына жерде бір жылқы тұр екен, құла. Не жылқы екен, бар қарақ бәтек нағып тұрдың жерде. Ауырып тұрған сияқты бұл күндік екен. Бұл біздің түйелер. Так, мынаның тамбырасы сондай. Еркек сияқты бұл, да? Түсініксіз тамбырасы. Ama kama
түсініксіз екен. Байтал аяғын әлі баса алмай жүр. Тәлтіректе. Қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Машалла. Машалла, альхамдулилля. Құлақ асқа күй жиналыпты, альхамдулилля. Алла Байтал бойка бөліп тастаған. Ақбақай қасына ілестіріп алған, Аллаға шүкір. Алла Байтал табыра жағынан не болыпты? Жыр жағын айғыр тістеген сияқты. Жарақат алып болыпты. Бұны не білмей тұрып, емдеу керек па? Үйге алып кетіп, қалай істейтін? Жалпы жарасы үлкендеу сияқты. Бірақ осы Байталдың болашағы сойылып кететін мал. Күй жинағаннан кейін сой жүретін мақсатта. Бұл енді болашақ бие болатын, құлына келетін жылқы болғасын, ауырғасын, және белгісіз бір аурумен ауырғасын. Бұл ауру тұқым қуалайтын сияқты болып көрінеді маған өзіме. Сол себептен бұлар жазылатын да түрі де жоқ сияқты бұлар. Ауырғаннан бір айдан кетті. Жазылмайтын сияқты бұлар. Ауру белгісіз әлде бір нақты шығарды, бірақ бұлар сенімсіз шығарған емдердің аттары. Ешқандай ем жоқ. Нақты. Сол себептен бұларды сойып жүреміз, ауырған малдың бәрін соятын болармыз, иншалла. Сосын алға қарай, иншалла, басқа тай байталдар алып жинайтын боламыз жылқыларды. Альхамдулилля, биыл дейтін шөп жақсы өсіп жатыр. Бүгін жаңбыр жауып тұр, альхамдулилля. Биыл шөп жақсы болатын сияқты. Қиыншылдықтың артынан жеңілдік келеді дейді. Жақсылық келеді. Альхамдулилля. Осы жылқышылардың, малшылардың басынан өткен қиыншылықтың артынан бір жақсылық келейін деп тұрған сияқты. Жеріміз альхамдулилля. Альхамдулилля көтеріліп келе жатыр. Каналымызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Видеолар ұнап жатса лайк бас, комментарий жазыңыз. Құлагер каналын қолдап отырыңыздар. Ассаламу алейкум. Амандықта кездескенше. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع